Ассалаумағалейкум, хабар 24 арнасының эфирінде күн тәртібі бағдарламасы, студияда Дархан Абдуахит. Бірінші кредиттік бюроның бірінші қазандағы мәліметі бойынша жеке тұлғалардың берешегі 14 триллион теңгеге жуықтаған. Бұл жыл басындағы көрсеткіштен 2,4 триллион теңгеге көп деген сөз. Біз бүгін шектен тыс қарызды болдырмау мен жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заң жобасының жай-жапсарын талқылаймыз. Әуелі спикерлерді таныстырып өтсем. Қаржы министрлігі мемлекеттік кірістер комитетінің берешектермен және дәрменсіз борышкерлермен жұмыс басқармасы басшысының орынбасары Меруерт Сейсенбаева, заңгер Ғабит Өмірбеков, психолог Камила Асыпқызы және экономистер Нұрмұхаммед Маманов пен Сапарбай Жобаев. Сонымен әңгімемізді бастайық. Құрметті көрермен, әңгімені бастамас бұрын күн тәртібі бағдарламасының WhatsApp желісі жұмыс істеп тұрған атап өткім келеді. Егер қояр сұрақ болса 8-700-239-4900 нөміріне жазыңыздар, құрметті көрермен. Экономистерден бастасақ әңгімені, сіздер білесіздер, президент жақында Жетісу облысына барып, ел жұртпен кездескен кезде елімізде көп адам несие алып, қарызға батып жүр. Бұл мәселе мені де қатты толғандырады. Таяу арада мен осы мәселе бойынша ұсынысымды халыққа жариялаймын деген болатын. Жалпы тұрғындардың қарызы шектен тыс көбейіп кетуі қаншалықты қауіпті? Өзіңіз бастап беріңіз, Сапарбай аға. Одан кейін әрі қарай жалғастырамыз. Әрине, несие бүгінгі күнде өте күрделі мәселе болып тұр. Жалпы несиеге ешкім болады, уақытша Сіздің дауысыңыз естілмей жатыр, Сапарбай мырза, өкінішке орай. Екінші экономистіміз біз енді естіліп тұр, айтып көріңіз. Естіліп тұрса, несие айтарамын, несие өте күрделі жағдайға ұшырап тұр қазір кезде, бірақ несиенің өзінің тіке дамытуға әсер етеді. Ал енді бізде бір үзіліп кетіп жатыр байланыс. Екінші экономистіміз Нұрмұхаммед Маманов мырза, сіз мені естіп тұрсаңыз, естіп тұр ма екен Нұрмұхаммед бізді? Жақсы. Әзірге Нұрмұхаммед қосылғанша заңгер Ғабит Өмірбековпен сұхбаттаса тұрайық. Енді заңгер ретінде жалпы несиеге қатысты көп жағдайда қандай дау туындайды? Сіздің тәжірибеңіз нені көрсетіп отыр? Саламатсыз ба? Рахмет үлкен. Қазіргі таңда негізі осы несиенің күрт көбеюі ең бірінші халықтың экономикалық әл-ауқаттық жағдайының төмен болуы. Сондықтан да бізде несие күннен күнге алу сұранысы көбейіп жатыр. Ол экономикалық біздің ахуалдығымыз төмендігінен. Екіншіден, ол халықтың қаржы сауаттылығының төмендігінен. Демек, көп азаматтар несие рәсімдерде оның несие пайызымен беріліп жатқанына мән бермейді. Және де ол қанша жылға төлейтін мән бермейді. Вознаграждение деген бар, айыппұл, өсімпұл, яғни келісім шартты несие одобрить етсе, қуана қол қоя салады, келісім шартпен таныспайды. Үшіншіден, көбінесе несие рәсімдеген азаматтар өзіне керек емес болса да, мұқтаж болмаса да, бренд қуалап жүріп несие алатындар көп. Ол ұялы телефондар, айфон өзімізге белгілі, немесе көп той жасаймыз дейді көп азаматтар, шет елге қыдыру үшін несие рәсімдейді бір демалып келу үшін көптеген несиелер рәсімдеп жатады. Сосын тағы да айтып кететін жөн, негізі дүниежүзілік рынокпен салыстырғанда, Европамен, Америкамен және де басқа да Азия мемлекеттерімен салыстырғанда, біздің Қазақстанымыздың несиенің беретін пайызы ол ең көп несие болып есептелінеді. Негізі солай қазіргі таңда. Сондықтан да бізде қазіргі таңда енді Қасым-Жомарт Кемелович президентіміз халыққа несие жайлы жақсы жаңалығын айтып түсіндіреді деген ой пікірін айтып кеткен. Біз үміттенеміз осы президентімізден халыққа шынымен де несиені тиімді етіп жауап беретіні, немесе пайызын төмендететініне халық президенттен күтіп отыр. Үлкен бір маңызды тарихи жаңалық болуы мүмкін. Жақсы, Ғабит мырза, біз сізбен әлде
Сәлден соң пікірлесетін боламыз. Міндетті түрде байланыста болыңыз. Дәл қазір бізбен байланысқа экономист Сапарбай Жобаев пен тағы бір экономистіміз Нұрмұхамед Маманов шықты. Естіп тұрсыз ба, Нұреке, сіз мені? Естіп тұр. Енді жалпы адамдардың қарызының шектен тыс көбеюінің салдары қандай болуы мүмкін? Жалпы қауіп бар ма? Әлде бұл әлемдік тәжірибеге қарасақ қалыпты жағдай саналама? Не айтасыз? Адамдардың Қазақстан халқының осы кредиттерден шықты алмауы немесе кредиттердің көп болуы қазір бізге үлкен қауіптердің бірі болып саналады. Өйткені қазіргі экономикалық жағдайға қарайтын болсақ, халқымыздың нақты табыс саны өсімі төмен, бірақ та олардың төлейтін жаңағыдай кредиттері, олардың төлейтін ақшалары, олардың табатын ақшаларына қарағанда әлдеқайда жаңағыдай көп болып отыр. Қазақстанның ұлттық банкінің зерттеуі бойынша тек қана 10-15% кредит алған адамдар ғана өзінің кредитін толықтай өмірінің сапасы төмендетпей төлеуге мүмкіншілігі бар. Сәйкесінше осындай бізде жалғаса беретін болса, біздің халқымыз жаңағыдай кедейлікке одан бетер белшесіне басуы мүмкін деген қауіп бар қазіргі кезде. Екінші қауіптердің бірі ол банктерге байланысты. Бізде қазір банктер осы пайыздық ставканы көтерместен бұрын көптеген кредиттер беріп бастады, яғни агрессивті кредитованиемен айналысты. Осы сәтте ол жаңағыдай халықтың төлей алмай қалуы деген қауіп болып жатыр. Сәйкесінше бұл жерде банктерге де бұл қауіпті, өйткені олар ақшасын қайтара алмайды. Сәйкесінше бұл халқымызға да қауіп болып жатыр. Яғни олар өздерін банкротқа жариялауы мүмкін, немесе жаңағыдай тапқан барлығын кредитке жабуы мүмкін. Жақсы, рахмет, Нұреке. Бізбен байланысқа экономист Сапарбай Жобаев телефон арқылы шықты. Естіп тұрсыз ба, Сапарбай аға? Иә, естіп тұрмын, айта беріңіз. Әлгі бірінші сұрақ ойыңыз аяқталмай қалды ғой. Жалпы айналып келгенде мұның қауіп қатері бар ма? Әлде әлемдік тәжірибенің қалпына салып қарайтын болсақ, бұл қалыпты үйреншікті жағдай ма, алаңдайтын ештеңе жоқ па? Не айтасыз экономист ретінде? Мен жаңа сөзімді қайтарамын. Несие біздің экономикамыздың дамуына үлкен оң әсер ететін нәрсе. Сондықтан бұл несиені шектеу, несиені азайту деген мәселе тұрмау керек. Біздегі ең қиын мәселе 1 миллионға жақын халқымыздың несиені, тұтыну несиесін алып, оны қайтарып бере алмауы. Бұның көлемі, жаңа біз 14 триллион несиелердің көлемі деп жатырмыз ғой. Ал қайтарылып берілмейтіні 700 миллиард. Яғни бір 5-6% ғана, әрине бұны 5-6% ғана деп көңілді бір еркін қоюға болмайды. Бұл да бір өте жаңағы 1 миллионға жақын адамның қиналып өмір сүруінің әсерінен болып тұр. Енді не істеу керек? Біріншіден, сол жаңағы мұқтаж, осал жандарға банктен емес, жергілікті әкімдіктен, бюджеттен жәрдем алу жүйесін жетілдіруіміз керек. Яғни сонда олар қарызға батпайды. Олар қайтадан мемлекеттің жәрдемі арқылы өздерінің қиыншылық жағдайын шешуге әрекет жасау керек. Екінші, оларға жұмыс орындарын жаратып беруіміз керек. Мүмкіндігінше жұмыс орны болу керек. Олар өздерінің табысын өздері табуы керек. Мемлекетке масыл болмастан. Әсіресе ауылдық жерлерде бізге көп жастарымыз жұмыс таба алмастан әке-шешесінің жаңағы зейнетті ақысына жасап жатыр. Осы мәселелер кейбір кездерде мына қалалық жерлерде, ауылдық жерлерде сол несиеге жүгінуге мәжбүр болады. Бұл бірінші. Екіншісі, банктердің, сол жаңағы микрокредиттік ұйымдардың Үзіліп кетті дауысыңыз, Сапарбай мырза? Алло. Енді естіліп тұр, айта беріңіз. Мәселен, келеді, банктер айтады, сен кегім, біз саған 5 миллионды ол ешқандай тексерусіз, ешқандай жаңа кепілдіксіз береміз дейді. Бұл дұрыс емес. Яғни бұны бақылаушы бізде жаңағы агентство бар, Мәдина Абылқасымова. Егерде сондай хабарландыру жүретін банктер болса, оларға шара қолдану керек, оларды шектеу керек. Олар адамның егерде жаңағы жұмысы жоқ болса, табысы жоқ болса, оларды қайтарып, оларды жаңағы несие алуға ынталандырмау керек. Ал енді үшінші мәселе, бұл енді адамдардың өздерінің жауапкершілігі.
Жаңағы мен айттым, бірінші әкімдіктер жұмыс істеу керек, осал жандарды шешу керек мәселесін, екінші банктердің жауапкершілігі, үшінші жаңағы жоғарыда айтылған адамдардың сөзі, адамдардың өздерінің жауапкершілігі. Бұл несие ала берсе, одан бетер қарызға түсіп кете береді. Меніңше осы үш мәселені анық қойсақ, бұл мәселе шешіледі. Бірақ несиеге қарсы, несиені шектеу, несиені болдырмау деген нәрсе дұрыс емес. Бұл экономикада несие керек. Енді қараңыз, бұл мәселе бүгін айтылып отырған мәселе емес, осыдан тура бір жыл бұрын мемлекет басшысы арнайы жиын өткізді, қателеспесем Алматыда бүкіл қаржы саласына жауапты мамандары жинап, осы шектен тыс несиенің өсіп бара жатқан, бұл мәселеге назар аудару керек екенін айтқан. Одан кейін қаңтарда да, маусым айында да мән берілді. Жалпы атқарылып жатқан, үкімет тарапынан атқарылып жатқан жұмыстар қандай? Енді үкімет тарапынан атқарылып жатқан жұмыстар, жаңағы әкімдіктердің жұмыстары болу керек, сондықтан үкімет өзінің мүмкіндігін әлі пайдаланбай жатыр деп айтамыз. Бұл бір. Екінші, орталық үкімет жаңағы заң қабылдамақшы. Адамдардың, жеке тұлғалардың банкроттығы туралы. Егерде ол заң қабылданатын болса, бұл біз ойлағандай бір осы мәселені шешетін нәрсе емес. Ол себебі, егерде бұл банкрот дейтін болса, әлі шешілмеген. Ол анау қаржы ұйымының ақшасын кім қайтарып береді, кім орнына қояды? Олар енді жаңағы провизия дейді, бір қор жинап жабуы мүмкін. Ал енді үкімет соны реттеуші, жаңағы реттейтін үкімет осыған қатаң оларға бір шектеу қойып, пруденциалдық нормативтер дейді, соларды орындауын талап ету керек. Үкіметтің осы екі жолы бар, яғни халыққа жәрдем, кейін жаңағы банктерге банкроттық заңына сәйкес олардың жауапкершілігін арттыру. Жақсы, біз міндетті түрде жеке тұлғалардың банкроттығы мәселесі жөнінде эфир барысында сөйлесетін боламыз. Қаржы министрлігінің өкілі бізбен байланысқа шығады. Сол кезде осы тақырыпты міндетті түрде талқылаймыз. Сізде бізбен байланыста болыңыз, Сапарбай аға. Арғатай әңгімемізді жалғастырсақ, экономист ретінде Нұрмұхамед мырза, мысалы қайтпай жатқан несиелердің экономикаға қандай әсері болуы мүмкін деп санайсыз өз басыңыз? Сосын жалпы проблемалық несиенің басты себебі сіздің ойынша процентінің көптігінен бе, әлде басқа да себептері болуы мүмкін бе? Қазір кезде қайтпай қалған несиелер біріншіден біздің Қазақстанның екінші деңгейлі банктері, ұлттық банктың жаңағыдай капитализациясын төмендеуіне әкеледі. Өйткені екінші деңгейлі банктер негізінен ақшаны ұлттық банктен алады, немесе жаңағыдай өздеріне депозит ретінде салынған ақшаларды кредит ретінде береді. Сол сәйкесінше банктердің біздегі жұмысының эффективтілігінің төмендеуіне әкеледі қазіргі кезде. Енді біздің осы соңғы кездегі ұлттық базалық ставканың өсуі қазіргі кезде қымбат кредиттер, қымбат процентті кредиттерге әкеліп жатыр. Енді бұл да біздің жаңағыдай қазақстандықтардың кредит алу несін төмендету мүмкін, қарқынын төмендету мүмкін. Өйткені қазіргі кезде екінші деңгейлі банктер жаңағыдай бұрын 27-22-30%-тен беретін болса, қазір ұлттық банктен 16-да 5-тен алғандықтан кейін олар бұл проценттік ставканы одан әрі өсіреді деген белгілі бір болжамдар бар. Сәйкесінше осының негізінде жаңағыдай ставкалар көтеріледі, ставкалар көтерілуінің нәтижесінде бізде жаңағыдай халық көп алмауы мүмкін деген сияқты болжамдар айтылуда. Бірақ та қазіргі кездегі ең басты жаңағыдай халықтың төлей алмауының басты себептерінің бірі біздегі беріліп жатқан кредиттердің өте үлкен жаңағыдай проценттік ставкада берілуі. Жақсы, бұл жайында тағы да айтамыз. Рахмет Нұреке, бізбен байланысқа психолог Камила Асыпқызы қосылды. Енді жалпы адамдардың көбі несиені тұрмыстық қажеттілікке байланысты рәсімдейтіні белгілі ғой, Камила ханым. Бірақ сіздердің психологтардың пайымынша, мысалы бүгінгі таңда адамдарды несие алуға мәжбүрлейтін бір дүние бар дейді. Ол жасыл, қызыл, жарнама енді. Былай қарасаң, жарқырап тұрған жарнама ғой. Жалпы сол жарнамаға ілесіп, жұрттан қалмайық деп, мысалы қолында болмаса да мүмкіндігінше пайдалану үшін адамдар ақшаны рәсімдеп жатады деген пікір бар психологтардың ортасында. Бұл жалпы біздің қоғамға қаншалықты тән дүние?
Рахмет сұрағыңызға. Қазіргі таңда біздің жалпы мына психологиялық саналы, бейсаналы түрде әрекет ететіндігіміз айға анық қой, белгілі. Сол себептен ерте жастан бастап күнделікті адам тұрмыстық қажеттілікті ерте жастан бастап дағдыландырып балаларға тәрбие беретін болса, бұл жерде мынау жеңіл, тез ғана ақшаны ала салу, немесе тығырықтан тез шыға салу, оңай жолын іздестіру, ол мүлдем болмас еді. Сол себептен біз кез келген өзіміздің мақсатымызды айқын қоюымыз керек, және нақты өзімізге қажетті нәрсе не екендігін ертерек ойластыруымыз керек. Оның жеңіл жолы тек қана кредит алып, соны төлем жасап, және де оны қарызға батып, адамның психологиялық, эмоциялық дағдарысқа түсуі көп жағдайда осы қарыздан келіп туындайды. Ал қарыз неге алып келеді? Қарыз адамды күйзеліске алып келеді, ұйқысыздық болады біріншіден, тамаққа тәбеті болмайды, күнделікті өзінің эмоциясы, агрессияға бейім болады. Мінекей осының салдарынан адам өзінің денсаулығынан айырылады. Сол себептен мен осы жақында ғана өзімнің бір практикалық сабағында осы қарызға байланысты сұрақ қойдым. Сонда кредит алудың қажеті жоқ деген сұраққа маған осы топқа қатысқан бір қатысушым агрессивті мінез қылық көрсетті. Мен дейді, кредит алып, өзімнің қажетімді қанағаттандыруым керек. Кредит алмасын деген ол сұрақ, ол маған қатысы жоқ дейді. Сол себептен мен өзім ойлаймын, қазіргі таңда адамдар өзінің қажеттілігін оңай жолмен, жылдам жолменен, соны жинақтап, шыдамдылық танытып, өзін өзі басқару, былайша айтқанда қаржылай сауаттылықты дамыту, олар үшін әлде қайда қиындауда жеңіл кредит алып, жаңағы өзінің мақсатына қол жеткізу ол оңайырақ болып есептеледі. Демек шынайы қажеттілік болмаса да, мысалы тұрмыстық жағдайда, демек шынайы қажеттілік болмаса да, мысалы кредит алуға баратын адамдардың қатары көп болып тұр ғой. Қазіргі таңда мынау түрлі жарнаманың өзі адамдарға манипуляция жасайды, қызықтырады, тартады. Былайша айтқанда түпкі санасына соны жеңіл пайыз деп көрсетеді, бірақ шын мәнісінде қаржылай сауатты адам оның жеңіл пайыз емес екендігін түсіну керек, ар жағында психологиялық дағдарыс жатқандығын түсіну керек. Сол себептен мен өзім ойлаймын, кез келген нәрсені адам басқарып, жинақтап, және психологиялық тұрғыда соған дайын болып, егер соны аламын, осыны өзім жинақтаймын, өзімнің қаржыма сатып аламын деген, былайша айтқанда бағдарлама қоятын болса, кез келген адам өзінің мақсатына жетеді. Ал қазіргі таңда біздің жалпы санамызда тек қана жеңіл ала саламыз, оған ойлауы мүмкін, ол жеңіл аламын, бірақ тез құтыламын деп, бірақ шын мәнісінде оның астарында эмоциялық, психологиялық дағдарыс жатыр. Ертең сол күйзеліске алып келуін ол көп адамдар біле бермейді. Сондықтан мен өзім ойлаймын, осы жеңіл жолды іздеудің салдарынан ол кісілер кредит алады деп. Ал мысалы берешекке батудың зардабы айналып келгенде қандай болуы мүмкін? Сондай күйге түскен жағдайда тығырықтан қалай шығуға болады? Не айтасыз маман ретінде? Енді қазіргі таңда мен өзіме де келеді, жеке клиенттер осы дағдарыстан шыға алмай, қарызға батып, мен қалай шығамын деген. Тығырықтан шыға алмаған адамдар көп жағдайда өзі шыға алмаса, арнайы мамандардың көмегіне жүгіну керек, немесе өзі күнделікті қаржылай сауаттылығын дамыту үшін қазір ақпарат көздері өте көп қой. Қалай кредитсіз өмір сүруге болады, қаржылай сауаттылығымды қалай арттырамын, өзімнің әрбір күнімді өзім қалай басқара аламын деген бағдарламаны өзі қойып дағдылану керек, және бірінші кезекте мақсат қою керек. Және бізде 3 конверт техникасы бар. Ол қаржы, ол қажеттілікке не үшін керек? Ол күнде тұрмыстық тіршілікке керек па? Жоқ әлде тойға керек па? Жоқ әлде қосымша бір сый-сияпатқа керек па? Сол себептен өзінің алған қаржысын күнделікті 10% үнемдеп отыратын болса, ертеңгі өзінің болашақ мақсатына. Сонда мен өзім ойлаймын, кез келген адам қаржылай сауатты болады, психологиялық күйзелістен арылады, және оның денсаулығы да жақсы болады. Және ол қарызға батпайды, кредитте алмайтын дәрежеге жетеді. Сол себептен мен өзім ойлаймын, арнайы мамандардың көмегінсіз ол кісілер өздігінен ол мәселені шеше алмайды. Себебі осыған дейін шеше алмады ғой. Кредитке жүгінді, егер ол шешетін болса, психологиялық тұрғыда өзін басқарып, ол кредитке бармас еді. Сол себептен менің беретін ұсынысым міндетті түрде арнайы мамандардың көмегіне жүгінген дұрыс деп ойлаймын. Жақсы, сізге соңғы сұрақ болсын. Сіздің алдыңызға келген, сіздің психолог ретінде қызметіңізге жүгінген адамдардың көбі несиені қандай мақсатпен алған? Не үшін алған? Не айтады олар?
көп жағдайда олар өздері мысалы телефон алғысы келеді, қымбат 1 миллион, 1,5 миллион, осы жақында ғана болды менің тәжірибемде. Сонда ер азамат, жас жігіт, мен айттым, сізге енді осы қандай қажеттілігі бар? Сізге бұл имидж үшін ба, жоқ әлде сізге бір мақтаныш үшін ба, не үшін керек? Деген кезде елдің барлығы, мен қатарластарым осында телефон ұстағанда, мен де осында телефон ұстауым керек деп. Ал мен айтам, қалай сен оған қарызынан құтыласың деген кезде, мен қосымша жұмыстар жасаймын. Ал неге сол қосымша жұмыстарды жинақтап сен алмадың деген сұраққа ол кісі жауап бере алмады. Сол себептен көп жағдайда мына тұрмыстық қажеттілікті ол кісілер телефон арқылы, жаңа холодильник, ұзатқыш, сонымен қатар телевизор деген сияқты дүниелерді қарызға өте көп алады екен. Жақсы, рахмет сізге. Біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Әрине, біздің елде қазіргі таңда жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заң жобасы әзірленіп жатыр. Қазір парламенттің қарауында. Бұл енді мәселені түпкілікті шешпесе де, жалпы мәселені реттеуге септесетін құжат болмақ деп үміттенеміз. Осы құжаттың жай жапсары жөнінде Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің берешектермен және дәрменсіз борышкерлермен жұмыс басқармасы басшысының орынбасары Меруерт Сейсенбаева ханым бізбен байланысты екен. Меруерт, сіз мені естіп тұрсыз ба? Иә, сәлеметсіз, естіп тұрмын. Жақсы, енді өзіңіз көрдіңіз, тыңдадыңыз. Жалпы мамандармен несие мәселесін қазір талқылап жатырмыз. Несие мәселесін талқылаған уақытта жеке тұлғалардың банкроттығы деген заң жобаны айтпай кетуге болмайды. Жалпы бұл заң жобасының мақсат міндеттері қандай? Қазір қай деңгейде? Ішкі мазмұны не? Соны түсіндіріп берсеңіз. Иә, Қаржы министрлігі әзірлеген және мүдделі мемлекеттік органдар мақұлдаған осы жеке тұлғалардың банкроттығын көздейтін заң жобасы сәуір айында мәжіліс депутаттарының қарауына енгізілген болатын. Бүгінгі күні депутаттар осы заң жобаның нормаларын кеңінен талқылап жатыр. Жалпы енгізілген заң жобаның бір негізгі бағыттарына келетін болсақ, халықаралық тәжірибені зерттеп, бір 3 түрлі рәсім ұсынылып отыр. Ол соттан тыс рәсімі, сотты рәсім және төлем қабілеттілігін қалпына келтіру рәсімі. Соттан тыс рәсімі дегеніміз, банкроттық рәсімі, ол өзінің аты айтып отыр. Қарызы бір шамамен 5 миллион теңгеге жуық қарызы бар, мүлкі жоқ, кірісі жоқ, немесе табысы өте төмен адамдар осындай рәсімге соттан тыс қолдануға құқығы бар. Қарызы көп және мүлкі бар адамдар, олар сотты банкроттық рәсімін немесе төлем қабілеттілігін қалпына келтіру рәсімін қолдана алады. Бұл рәсімде сотты банкроттық рәсімінде мүлігі сатылуға жатады, ал төлем қабілеттілігін қалпына келтіру рәсімінде адам өз қарызын 5 жылға дейінге бөліп төлеу мүмкіндігі қарастырылған. Жалпы бұл 3 рәсімде де заң жобасының немесіне байланысты ол тек адамның өз ғана қолдануға құқылы, ешбір кредитор оның үстінен арызданып, осындай рәсімге мәжбүрлеп қолдандыра алмайды. Осы жерде осы салдар және айтып отыр ғой, банкроттық рәсімін қолданғаннан кейінгі салдарға тоқтала кетсек, заң жобасымен әзірше ұсынылып отырғаны ол адамға қарыз алуға тыйым салынады 5 жылға дейін. Келесі банкроттық рәсімін 7 жылдан кейін ғана қолдана алады және осы соттан банкроттықтан кейін 3 жыл оның қаржылық жағдайы бақылауға алынатын болады. Осы жерде енді міндетті түрде ескере кеткенім жөн болады. Бұл заң жобасы және айтқандай мәжіліс депутаттарының қарауында осы күнделікті жұмыс тобы отырыстары болып жатыр, көптеген ұсыныстар енгізіліп жатыр. Сол себептен әлі де өзгерістер болатыны сөзсіз. Демек, әлсін өзгеріп жатыр, менің түсінгенім. Осы тұста бізбен байланысқа шығып отырған заңгер Ғабит Өмірбеков пен экономист Сапарбай Жобаев ағаларымыздың жалпы осы құжатқа байланысты айтар пікірі болса, ұсыныстары болса, біз дайынбыз тыңдауға. Не айтасыз, Ғабит мырза, жалпы? Сіздің дауысыңыз естілмей тұр, микрофоныңызды қосыңыз. Естілмей тұр, сіз Ғабит мырза, микрофоныңызды қосыңыз.
Бізбен байланыс үзіліп қалды. Ал сіз не айтасыз, Сапарбай аға? Естідіңіз ғой, жалпы құжат дайындалып жатыр. Иә, банкроттық туралы мына қарындасымыздың айтқан сөзін мен өте жақсы түсіндім. Бұл белгілі нәрселер. Бірақ осы банкроттық мәселесінде екі шешілмеген бір жайт бар. Бұл бірінші. Егерде адамдар 5 миллионға дейін өзін-өзі банкрот деп жариялайтын болса, ол ақшаны қаржы ұйымдарына, яғни банктерге немесе микроқаржы ұйымдарға кім толтырып береді? Онда кез келген адам, біздің қазақстандықтар өте былай не дейді, тырнақша ішінде ақылды, 5 миллионға дейін несие алып алып, оны ертең өзін банкроттық жариялауымыз мүмкін екен, кредит ала беруіміз мүмкін екен деген осы пікірден кім бізді тоқтатады? Бұл бірінші сұрау. Екінші сұрау, егерде банкроттық жариялағаннан кейін, егерде 5 жылға дейін несие алуға рұқсат емес, және одан кейін де сондай бір шектеулер қойылып жатыр. Алдыңғы кезде шетке шығуға мүмкін емес, оларды мәжбүрлеп жұмыс істету мүмкін деген нәрселер бар еді. Неге солар жоғалып кетті? Осы екі сұрау қызық. Естідіңіз ғой, Меруерт ханым? Екі мәселе бойынша айтарыңыз бар ма? Сұрақты маған естілмеді, сіз қойып берсеңіз, жаңа кісінің айтқан маған мүлдем ештеңе естілмеді. Естімей қалдым дейді Сапарбай аға. Нақты қысқа айтып жүрсеңіз екі мәселені жаңаға. Кісінің айтқан маған естілмейді, сіз айтпасаңыз. Жақсы. Ең бірінші сұрағы жалпы әлгі 5 миллион теңгеге байланысты. Мысалы, адамдар кейін бәрібірде 5 миллион теңге ақша алған жағдайда біздің қарызымызды өтеледі, бізге банкротқа ұшырауға болады, айналып келгенде жаңағы қаржы ұйымдарының мойнында қалады деген пікір, түсінік қалыптаспай ма дейді? Жалпы бұл жерде әр азамат өзіне ұға кеткені жөн. Бұл банкроттық рәсімі негізі ең бір соңғы кезең болу керек өзінің қарыздық ауыртпалығын шешу. Өйткені оның салдары бар, кейін оның қарыз алмауға мүмкіндігі болады. Ол біз заң жобасында қарыз бермеу деген сөздің өзі жойылып кетсе де, банктер әр қайсының өзінің, білесіздер, өзінің бір тізімі бар, қолайсыз бір тұлға ретінде осыны ұсыну үшін. Сол сияқты әр адам және де осы эфирде айтып отыр, қаржылық сауаттылығын арттыру. Соңында жалпы осы қаржылық сауаттылығын арттыру мақсатында осы банкроттық жағы осыған жүгінетін адамдар аз болса дегеніміз жақсы. Екінші мәселе, экономист мырзаның қозғағаны, ең басында әу баста шын мәнінде мысалы банкроттыққа ұшыраған адамдарды кейін мысалы шетелге шығармау деген секілді құқығынан айыру, мысалы қатаң талаптар болды ғой. Солар басында айтылып еді, соңғы кезде айтылмай кетті дейді. Солардың бәрі қалды ма, сақталды ма дейді? Расымен жобаны әзірлеу барысында басқа шет елді мекендердің тәжірибесіне қарап ондай ұсыныстар болған. Қазір шетелге шығу немесі жоқ шектеулер және басқа бір мекемені құрып, бір өзінің кәсібін бастауға ешқандай шектеулер жоқ. Ондай шектеулер заң жобасынан алынып тастады. Бар шетелге шығу кезеңі бір сәл уақытқа болады. Ол осы сотты банкроттық рәсімінде осы адамның мүлкін сату сондай кезінде бір шектеулер бар. Шетелге шығу кезінде сон мүмкіншілік болғанда аз уақытта сату жұмысына кедергі болмау үшін. Ол бір уақытша. Әлгінде сіз айтқан мәселелердің бірі адамның төлем қабілетін мысалы қалпына келтіру дедіңіз ғой. Бұл бойынша сол төлем қабілетін қалпына келтіруге септесетін қандай да бір жұмыстар атқарыла ма? Осы бір жерін түсіндіріп берсеңіз кеңірек бізге. Төлем қабілетін қалпына келтіру рәсімі ол бір ыңғайлы рәсімі болып өзімізше енді ойлап отырмыз. Өйткені бұнда банкроттықтан кейінгі салдар орын алмайды. Ол банкрот болып есептелінбейді. Ал қарызын жылға бөліп төлеу деген онда бір жарты мүлігін жалға беру немесе бір сондай жақсы жұмысқа тұру
өзі шектеулердің бәрі тоқтатылады ғой, орын алған, мысалы үшін банк шоттары бәрі жабылған, банк шоттары ашылады. Сол себептен бір жаңа мүмкіндіктері бар деп ойлаймыз, және осы ең адамға қолайлы рәсімнің бірі болса екен деп. Рахмет сізге, Меруерт ханым. Заңгер Ғабит мырза, сіз мені естіп тұрсаңыз, жалпы несие рәсімдеген кезде неден сақ болу керек? Сіздің алдыңызға келген адамдардың көбіне көп айтатын қандай мәселелері бар? Ғабит бізбен әлі байланысқа қосылып жатыр екен. Нұрмұхамед мырза, естіп тұрсыз ба? Экономист Нұрмұхамед мырза, егер сіз мені естіп тұрсаңыз. Естіп тұрмын. Жалпы қазір білесіз, несиенің көбеюінің тағы бір себебі ретінде адамдар онлайн рәсімдерді айтады, одан кейін микроқаржылық ұйымдардың жұмысы қазіргі таңда көбейіп кетті, білесіз ғой. Екінші деңгейлі банктерді айтпағанның өзінде де микроқаржылық ұйымдар қазір аяқ алып жүру мүмкін емес. Жалпы солардың қызметі реттеліп жатыр ма? Реттелу керек па? Реттелсе қалай реттелген жөн? Негізі бұл микроқаржылық ұйымдар болсын, екінші деңгейлі банктер болсын, олардың толықтай қызметі реттелген негізінен. Бірақ екінші деңгейлі банктер болсын, микроқаржылық ұйымдар болсын, кредит беру барысында беру-бермеу құқысы толықтай жазылмаған. Яғни сәйкесінше олар әртүрлі адамдарға кредит береді. Мысалы, пайдасына қарамай, ол төлем қабілеттілігі қандай дәрежесіне қарамай бере беруге олар мүдделі микроқаржылық ұйымдар. Енді осы ретте бір қарастыру керек жайт. Бізде онлайн несие рәсімі бар, микрокредит ұйымдардың қаржылық кредиттер рәсімі барысында толық бір келкі база құрастырылса деген ой. Ол базада осы кредит алушылардың төлем қабілеттілігі бойынша, ол кісілердің айлық табысы бойынша барлық ақпарат болса, менің ойымша осындай проблемалық кредиттердің саны азаяды деп айтса болады. Жақсы, Нұреке. Бізбен байланысқа егер заңгер Ғабит Өмірбеков шықса, арғат әңгіме жалғастыруға дайынбыз. Сіздің пікіріңізді білсек, жалпы Сапарбай аға, онлайн рәсімдердің, мысалы қазір бәрі жеңілдеп кетті, онлайн рәсімдердің, мысалы кредиттің көбеюіне қаншалықты әсері болып жатыр деп ойлайсыз? Естіп тұрсыз ба, Сапарбай аға? Жақсы, Меруерт, онда бүгінгі әңгімені сізбен түйіндейік. Заң жобасы қазір мәжілісте, жалпы жылдың соңына дейін заңды қабылдау жоспарда бар ма? Бұл заңның игілігін көпшілік қашан көре бастауы мүмкін? Ол сұрақты енді мен білмеймін, ол әр мәжілістің өзі регламентіне байланысты ғой, осы мерзімі. Біздің мерзім осы үкімет тарапынан енгізу осы сәуір айы болатын, қалғаны енді мерзімі мәжілістің шешіміне. Сол себептен түсінікті Меруерт. Ғабит Өмірбек мырза. Жақсы, біздің спикерлер, құрметті спикерлер, бізге жалпы несие мәселесі, жеке тұлғалардың банкроттығы жөнінде жан-жақты пікір айтып, ойларыңызбен бөліскендеріңізге барлығыңызға алғыс айтам. Алдағы жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Сонымен бүгінгі күн тәртібі бағдарламасы тәмам. Сау болыңыздар.